1993 жылы 2000-нан астам халық болған. 1990 жылы Аққыстау қала типтес поселкесі статусы қабылдады. Тасқыран мұнара биігі Аққыстау селосына оңтүстік-батысқа қарай 2 км жерде Атырау-Астрахан автожолының бойында орналасқан. 1870 жылдардың басында самантас пен қамыстан тұрғызылған. Орал өңірі Орынбордан бөлініп Астрахан губерниясына берілген кезде екі аралықты тең бөлетін шекара сызығы ретінде белгіленген. Кейін бұл белгі теңіздегі балықшыларға бағдар болған деседі. Ауданымызға жер қойнауында ең басты қазынасы мұнай байлығы. Жер асты байлығына алыстан көз тіккен ағылшындық Нобель серіктесінің егері де қазақ жеріне келіп, 1910 жылы Нобель селосынан нақ түбінен бұрғылау жұмыстарын бастады. Көп ұзамай ағайынды Нобельдің үміті ақталып, алғашқы мұнай кантаны атқылап, тәулігіне 25 мың пұт мұнай беретін өндірісі көзі ашылды. Қазіргі таңда Балғынбаев кен орны 1950